Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы тікбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Бүгінгі сабақта тікбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бірдей үш бөліктен құралған параллелепипедтің ұзындығын, енін, биіктігін тап, оның көлемін есепте. Яғни оның өлшемін табамыз. Ұзындығы 4 дециметр, ені 2 дециметр, биіктігі 1 дециметр. Ендеше бірінші бөліктің көлемін табамыз. 2 көбейту 4 көбейту 1 тең болады 8 дециметр куб. Енді осындай бөліктен құралған фигураның көлемін табуға болады. Яғни оның ұзындығы, қараңыздар, 4 дециметр. Келесі, яғни оның ені 2 дециметр, биіктігі 3 дециметр екен. Фигураның көлемін табамыз. 4 көбейтілген 2 көбейтілген 3 тең болады 24 дециметр куб. Екінші тапсырмаға қарайық. А тапсырмасы. Бөлменің ұзындығы 6 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлмеде қанша куб метр ауа бар? Яғни не істейміз? Көбейтеміз. А көбейтілген Б көбейтілген С. 6-ны 5-ке көбейтеміз 3-ке тең болады 90 метр куб. Жауабы бөлмеде 90 метр куб ауа бар. Әсін қарайық. Бөлме еденінің ауданы 24 метр квадрат. Егер көлемі 96 метр кубке тең болса, осы бөлменің биіктігі қанша? Яғни биіктігін табу үшін не істейміз? Көлемін ауданға бөлеміз. Себебі ауданы ол ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Ендеше бізге биіктігін табу керек. 96-ны 24-ке бөлеміз, тең болады 4. Ендеше биіктігі 4 метр. Үшінші тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Ұзындығы 28, ені 13, биіктігі 2. Көлемі 728 метр кубке тең. Ұзындығы 45 дециметр, ені 2 дециметр, биіктігі 1 дециметр. Көлемі 90 дециметр кубке тең. Ұзындығы 40 сантиметр, ені 23 сантиметр, биіктігі белгісіз, көлемі 27600 сантиметр кубке. Яғни ұзындығы мен енін көбейтіп, 27600-ды бөлуге болады. Тең болады 30 сантиметр. Келесі төртінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. 1 метр квадрат қабырғаны сырлауға 250 грамм бояу жұмсалады. Ұзындығы 9 метр, ені 6 метр және биіктігі 3 метр болатын гараждың қабырғасын сырлау үшін қанша бояу қажет? Ендеше 9-ды 3-ке көбейтеміз, яғни биіктігіне 27 метр. Бір бүйір қабырғасының ауданы бұл. Келесі 6-ны 3-ке көбейтеміз 18 метр квадрат. Екінші бүйір қабырғасының ауданы. Енді екеуін қосамыз. 27-ні 18-ге қосамыз, көбейтеміз 2-ге. Себебі олардың әрқайсының 2 қабырғасынан бар, я? 90 метр квадрат. Бұл барлық қабырғасының бетінің ауданы. Енді біз білеміз, я? 1 метр квадратқа 250 грамм кететін. Ендеше 90-ды көбейтеміз 250-ге тең болады 22500 грамм. Яғни 22500 грамм жұмсалатын бояу. Бесінші тапсырмаға қарайық. Өрнектердің мәнін тап. Яғни бірінші сіздермен бірге амалдардың орындалу ретін анықтап алайық, я балалар? Сонда сіздерге есептеуге жеңіл болады. Бірінші бәрімізде білеміз, жақшаның іші орындалады. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, қателесіп кеттім. Мынау үшінші амал бізде қосу мына жердегі. Мынау төртінші амал.
Енді жақшаның сыртындағыларды көрейік. Мынау бізде 5-ші амал, мынау бізде 6-шы амал, 7-ші амал және азайту соңғы бізде 8-ші амал. Тең болады бізде 105.056 шығады. Келесіні қарайық. 1-ші амал, 2-ші амал, 3-ші амал, 4-ші амал, 5-ші амал, содан кейін қосамыз 6-шы амал и 7-ші азайтамыз. Сонда тең болады бізде 23.468 болады. Келесі 6-шы тапсырмаға қарайық. Қабырғалары 6 сантиметр болатын шаршы сыз. Осы шаршының 1/3 бөлігін боя. Шаршының ауданы мен периметрі және оның боялған бөлігінің ауданы мен периметрін тап. Сонымен шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең, яғни бірдей. Ендеше 6-ны 4-ке көбейтеміз, тең болады 24. Бұл шаршының периметрі. Енді ауданын табайық. 6-ны 6-ға көбейтеміз, тең болады 36 сантиметр квадрат. Бұл шаршының ауданы. Енді бізге 3/1 бөлігін бояп, сол боялған бөлігінің ауданы мен периметрін табу керек. Ендеше 6 қосылған 2 жақшаның ішінде көбейтілген 2 тең болады 18 сантиметр. Бұл боялған бөлігінің периметрі. Боялған бөлігін ауданын әртүрлі тәсілмен табуға болады. Яғни бірінші тәсіл, ол 6-ны 2-ге көбейтсек тең болады 12 сантиметр квадрат. Яғни бұл боялған. Түсінікті ғой, я? Енді қарайық. Екінші тәсілі, ол 36. Енді барлық шаршының ауданы 36 сантиметр квадрат қой. Яғни бұл 3/1 бөлігі боялған. Неше 3-ке бөлеміз, тең болады 12 сантиметр квадрат. 7-ші тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша өрнектер құр және жас. Олардың мәнін тап. Жақшаның ішінде 7256 көбейтілген 31 жақшаны жабамыз, қосылған 42250 тең болады 267186. Екінші, жақшаның ішінде 11661 бөлінген 23 жақшаны жабамыз, қосу 25898 тең болады 26405. Келесі, жақшаның ішінде 156 бөлінген 26 жақшаны жабамыз, қосу жақшаның ішінде 11 көбейту 265 жақшаны жабамыз, тең болады 2921. 45689 қосу жақшаның ішінде 258962 азайтылған 356 жақшаны жабамыз, тең болады 304295. Енді айырмаға қарайық. Біріншінікі тең болады 41858, екіншінікі тең болады 10235, үшіншінікі тең болады 10898 және соңғысыныкі тең болады 92110. 8-ші тапсырмаға қарайық. Балалар жұқа тақтайдан өлшемі суретте көрсетілгендей тік бұрышты параллелепипед түріндегі жер серігі моделін дайындады. Қай модельге жұқа тақтай артық жұмсалады және қаншаға артық? Ендеше екі жер серігінің жеке-жеке көлемін табайық. Біріншінікі 30 көбейтілген 40 көбейтілген 50 тең болады 60 сантиметр куб. Екінші жер серігінікі 20 көбейтілген 40 көбейтілген 30 тең болады 24000 сантиметр куб. Енді бір-бірінен азайтамыз. Яғни 60.000-нан азайтамыз 24000. Тең болады 36000 сантиметр куб. Сонда қаншаға артық жұмсалған екен? 36000 сантиметр кубке артық жұмсалған екен. Келесі 9-шы тапсырма. Сызбада неше тік төртбұрыш бар? Егер боялған бөліктердің ауданы 25 мм квадрат болса, онда тік төртбұрыштардың ауданы қанша деді. Енді бірінші асына қарайғы. Үлкен шаршы. 4 кішкентай шаршылардан тұрады. Кішкентай шаршының 4/1 бөлігінің ауданы 25 мм квадрат. Енді кішкентай шаршыныкін табу үшін 25-ті 4-ке көбейтеміз. Тең болады 100 мм квадрат. Енді ол 4 шаршыдан тұр, ендеше 4-ке көбейтеміз. Тең болады 400 мм квадрат. Яғни бұл үлкен шаршының ауданы. Түсінікті ғой? Енді әсіне қарайық. Бір үлкен шаршы 9 кішкентай шаршылардан тұрады.
түсінікті ғой? 9. Екі үлкен шаршылар бір-біріне сызылғандықтан бір кішкентай шаршыны алып тастау керек. Ендеше қарайық. 9 қосу 9 азайтылған 1. Немесе 9 көбейтілген 2 азайтылған 1. Немесе 9 қосу 8 тең болады 1717. 25-ті көбейтеміз 17-ге тең болады 425 мм квадрат ауданы. Түсінікті ма? Қалай есептегенімізді? Келесі 10-шы тапсырма. Өрнектің мәнін есепте. 75 көбейтілген 26 бөлінген 65 тең болады 30. 96-ны көбейтеміз 35-ге, бөлеміз 42-ге 80. 147-ні көбейтеміз 48-ге, бөлінген 84-ге тең болады 84. 35-ті бірінші 17-ге көбейтіп аламыз. Шыққан мәнді, яғни 635-тен азайтамыз шыққан мәнді. Қосамыз 83-ге тең болады 123. Тексеріп алыңыздар оқушылар. Келесі 11-ші тапсырма, теңдеуді шеш. 8y азайту 345 тең болады 455. 8y тең болады 455 қосылған 345. 8y тең болады 800. Y тең болады 800-ді 8-ге бөлеміз. Y тең болады 100. Тексереміз. Келесі 630 бөлінген жақшан ішінде 150 азайтылған x. Жақшан жабамыз тең болады 70. 150 азайту x тең болады 630-ды бөлеміз 70-ге. 150 азайту x тең болады 90. X тең болады 150-ден 90-ды азайтамыз. X тең болады 60. Тексереміз. Келесі 35 қосу жақшан ішінде b қосылған 165 жақшан жабамыз тең болады 658. b қосылған 165 тең болады 685-тен азайтамыз 35-ті. b қосылған 165 тең болады 650. b тең болады 650 азайтылған 165. b тең болады 485. Келесі 400 көбейтілген жақшан ішінде x азайту 5. Жақшан жабамыз тең болады 10.000. X азайтылған 5 тең болады 10.000 бөлінген 400. X азайту 5 тең болады 25. X тең болады 25 қосу 5. X тең болады 30. Тексереміз. 12-ші тапсырма. Тапсырманы орында есепті практикалық тәсілмен шығарып көр деді. Үстел үстінде 5 бұрыштар және тік 4 бұрыштар жатыр. Олардың барлығы 27 төбесі бар екендігі белгілі. Үстел үстінде қанша 5 бұрыш пен тік 4 бұрыш жатыр. Енді шешуі 5 бұрыштың 5 төбесі, 4 бұрыштың 4 төбесі барын ескеріп есептейік. Ендеше бір-бірден алайық. 5-ті 4-ке қосамыз тең болады 9. 9 бұрыш дегеніміз, яғни бұл бір фигурадан алатын болсақ, түсінікті ғой. Енді 9-ды 3-ке көбейтсек тең болады 27, яғни 3 фигурадан. Көрдіңдер ме алынған? Енді екінші тәсілді көрейік. Яғни барлығы бізде 27, соны бөлеміз 9-ға немесе тең болады 3. Жауабы 4 бұрыш 3, 5 бұрыш 3. Барлығы 6 фигура. Енді үй жұмысына қарайық. Яғни бізге А, Б, С формуласының, яғни көлем табу үшін берілген. Енді көлемді табу үшін істейміз. Егер бізде ұзындығы 3 дециметр, ені 4 дециметр, биіктігі 5 дециметр. Көлемі 60 дециметр куб. Келесі, көлемі 2184 сантиметр куб. Ені 12 сантиметр, биіктігі 13 сантиметр. Ұзындығы 14 сантиметрге тең. Көлемі 9200 сантиметр куб кетен. Ұзындығы 23 сантиметр, биіктігі 25 сантиметр, ені 16 сантиметрге тең. Түсінікті ма? А көбейтілген Б көбейтілгісі мағынасы қандай дейді? Егер А көбейтілген Б болса, ол нені білдіреді? Ауданды, яғни ауданның формуласы. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.